Жазушы болу үшін 60-қа келгенімді күтіп, балаларым жоғарғы оқу орнына түскеннен кейін бастаймын деп отыратын жағдайым жоқ. Кітап жазуда шабытым ояну үшін ағаштан салынған үй мен айналасында орман мен көлі бар жер болсын деп құр армандап қол қусырып отырғым келмейді. Есімінің өзінде бір ерекшелік бар деп ойлаймын. Менің әкем Қамзабек, яғни сол кісі айтты, ол немеремнің аты Үнзила болады деп. Сосын мен айттым, Үнзила деген не сөз деп едім, ол арабтың тілінде аспаннан жерге түскен деген сөз деді. Оның кішкентай кезінен балабақшадан бастап өзінің сондай шығармашылық талпыныстары көп болды. Ну, мы всегда знали, что она звезда. Иә, ол туғаннан жұлдыз болатыны көрініп тұрды. Екеуміз бірге өстік қой. Менен 2 жас үлкен. Ол біздің көшенің, мектептің, университеттің жұлдызына айналды. Екеуміздің түр тұлғамыз еш ұқсамайды. Тегіміз де 2 түрлі. Сондықтан болар менің әпкем екенін бәрі білгенін қалайтынмын. Знали, что это моя сестра. Она родилась с родимым пятном на носу. Ол туғанда мұрнында меңі болды. Уақыт өткен сайын ол өзгере бастады. Одан бетіне қарай көшті. Әрине, қатты уайымдадық. Біріншіден, жаман ауру деп айтты бізге. Даусым дірілдеп кетті. Әрине, бұл үлкен мәселеге айналды. Екіншіден, қыз бала ғой, беті ғой, қанша дегенмен. Оған ешқандай өзгеріс болмағандай білдірткіміз келмеді. Сенің өзгелерден ерекшелігің деп айтатын болдық. Әрине, ата-ананың айтқанын айланады ғой. Дегенмен, айналадағы адамдардың келеке мазағында байқайтын. Әр түрлі жағдайлар. Бізге ол туралы ештеңе айтпайтын. Бірақ ол жайттар мінезін қайрағаны рас. Осылай батыл қызға айналды. Батыл мінезім болғаны рас. Мұрнымдағы үлкен меңімнің болуы, бәрінің көзі соған түсетініне бойымда үйреніп кетті. Бірақ бұл мен қалаған көңіл бөлу емес еді. Қолдарын шошайтып көрсететіндер де кездесетін. Үлкені де, кішісі де. Әрине, байқамаған түр жасайтынмын, және бұл жағдайлар менің бойымда қайсарлықты қалыптастырды. Көзқарастардан қаймықпайтын қыз болуыма тура келді. И что она стала делать? Она стала участвовать в конкурсах красоты. Ендігі ол не істеді дейсіз ғой, арулар байқауына қатыса бастады. Осылайша батылдығы мен қайсарлығы, харизмасы, актерлік шеберлігімен тек бірінші орын ала бастады. Бас жүлде емес, алайда бірінші орын. Қазму студенті болған шақта Қазму аруы байқауына қатысып, бірінші орынды жеңіп алды. Әділ қазылардың біреуі бетпе-бет сөйлескен кезде, қатысушылардың ішіндегі мықтысы өзің екенін біліп тұрсың, бірақ бас жүлдеге үміт етпейтін шығарсың. Түсінесің ғой деп айтқан екен. Осы жағдайда айтып жылағаны бар, ал мен бұдан былай арулар байқауына қатыспауын өтіндім. Маған меланома диагнозын қойған кезде, бұл жаман ауру түріне жатады. Уақыт кешіктірмей меңімді алып тастау керектігін айтты. Тіпті бұл соңғы жазым айналу мүмкін екенін ескертті. Мен Мәскеуде оқып жүрген бірінші курс студент едім. Жылағаным есімде. Сенесіз бе, өзім меңіме үйреніп кеткенім сондай. Бұл менің бір ерекшелігім. Ендігі сол ерекшелігімнен айырылып қалам деген ой тұрды санамда. Сөйтсем, ол ерекшелік сыртқы келбетім емес, ішкі жан дүниемде екен. Біріншіден ол маған ешқашан айтқан жоқ. Бірақ жазушы боламын, болмаса жаңағы. Бірақ өзім сезіп жүремін, сол жаңағы жазатын. Мен оны жазушы бол, болмаса басқа бол деп айтқан емес. Мен де өзім әке-шешемнен үлгі аламын. Бірақ маған сен журналист бол деп айтқан емес. Мен өзім қаладым, өзім арғарай жүрдім. Үнзилада сөйтіп таңдаған шығар деп ойлаймын. Наверное, я захотела стать писателем уже в более осознанном возрасте, когда я была... Жазушы болуды мен ақыл тоқтатқан кезде барып қаладым. Соңғы курста оқып жүріп, қандай фильм екені есімде жоқ. Әйтеуір, Голливуд фильмдерінің біріндегі жазушы образы қатты ұнады. Орта жастағы әйел аппақ киіммен ағаш үйдің ішінде отырады.
Неткен әдемі көрініс деп ойладым. Терезеден әдемі көрініс көрініп тұр. Өзен, көлі бар орман. Ғажап көрініс. Маған қатты әсер етті. Аталмыш бейне көз алдымда қалып қойды. Картинка. И вообще у меня все сначала исходит из картинки. Когда твоя сестра писатель, такое ощущение, Әпкең что жазушы болса, каждый күнделікті день оның ты өмірін бейне бір смотришь фильм көріп какие-то отырғанда истории, елестетесің. как будто ты смотришь Себебі жай какой-то ғана фильм. дүкенге барып Потому келген что оқиғасын она тыңдаған ходит кезде, в магазин, келесі жолы и бірге она барып может қайтқың об этом келетіндей так әңгімелеп рассказать, беретін. что ты захочешь в следующий раз с ней вместе пойти. Бәрі менен үнемі «Сенің анаң жазушы ма?» деп сұрайды. Иә деймін, олар әрине таңданады. Горжусь ли я? Конечно, горжусь, что... Мақтан тұтам ба дейсіз бе? Әрине солай. Өзі мақсат қойып, өз күшімен алға талпынып жүрген үшін. Шығармашылық үлкен еңбекті талап етеді. Жазғандарың оқырманға ұнау керек. Қазіргі оқырман талабы биік, көзі ашық. Баға беретін әрине өз оқырмандары. Жазғандары бағаланса, жетістіктерге жетсе де өз еңбегі деп білем. Ал қошемет көріп жатса, оған лайық екеніне сенемін. Бұл мақтан тұту мен тамсануға тұрарлық жағдай. Когда ты каждый день между всеми этими кашками... Күнделікті баланың тамағы мен жағдайын жасап жүресің. Күйеуің мемлекеттік қызметтен тым кеш қайтқан кезде, шаршап, таң ата қайтадан жұмысына кетеді. Мұндайда басқа бір әлемде жүргенде күй кешетін секілдісің. Сәбиің ұйқыға кеткенде барып, компьютердің қасына келесің. Ол әлемде мен жас, әрі сұлу келбеттемін. Кім болғым келсе де, осы ноутбуктағы жазбалардың ішіндемін. Жазудан бір күш қуат пен энергия алам. Сосын өзгелермен бөлісемін. Жарың бақытты болса, сенің де өмірің жарқырай түседі. Балалардың да көңіл күйі керемет. Үй іші шуаққа толады. Оның алғашқы оқырманы, сыншысы да, фанаты да мына менмін. Мұның ішінде жұбайымды барынша қолдау тұр. Біз бір-бірімізді толықтырып тұрғандаймыз. Менің жұмысым, оның мінезі мен атқарар еңбегі. Отбасылық мақсаттарды өзі біріктіре отырып алға сүйреп келеді. Ішінде отбасы құндылығы да бар. Мен осындай жұмыста жүріп, қоғамның да отбасымның да қасында қатар жүрмін. Көптеген жандар секілді. Пришло вот это осознание, что придется писать, потому что... Жазу керектігін түсінген сәт келді. Бәрі Инстаграм парақшамнан басталды. Алдымен шағын пост, кішігірім ойларымды түрте бастадым. Өзіме сондай қатты ұнайтын. Осыны айта кетейін. Оқыған жандар да жылы лебіз танытты. Тоже нравится. У меня к этому отношение очень хорошее. Я считаю, что женщины должны... Бұл жағынан еш кедергі жасамадым. Әйел адам үнемі өзін дамытып отыру керек деп ойлаймын. Себебі балаларымыз тәрбиені анасынан көбірек алатын ақиқат қой. Балаларыңның интеллектуалдық қабілетін анасы дамытады. Оның үстіне өзінің тумадарына, шығармашылыққа жақындығы бар болса, сөзсіз бұл балаларға әсер етеді. Олар мәдениет пен өнерге жақын болып өседі. Жақсы адам болуларына септігін тигізеді. Могут быть правильными людьми. Супруг у меня всегда поддерживает. То есть он говорит, делай, дерзко. Жолдасым үнемі мені қолдап отырады. Маған алға, мойыма деп демеу береді. Бәлкім оның миын жеп мазаламайтындықтан ба, мүмкін оған ыңғайлы шығар. Осы айналысатын нәрсем. Осылайша жүздеген жазба мен ойлар туындыма арқау болды. Ал өзі менің алғашқы оқырманым айналды. Жан-жарыма сезімдерім мен ой толғауларымды жазатынмын. Бұған еш өкінбеймін. Оларды қазір шығармаларыма пайдаланып жатырмын. Не в ракурс, но продолжаю писать. Она выбрала этот путь и мне очень импонирует. Мне очень... Жарым осы жолды таңдаған екен. Таңдауын құптайым. Жақсылыққа балайым. Оның алғашқы қадамдары ғой. Бұған ризашылықпен қараймын. Получаю удовольствие от процесса.
пишет в социальной сети Инстаграм девушка, что ей понравился мой пост. А этот пост был... Бір күні Instagram парақшама шыққан постым ұнап, бір қыз хабарласты. Ол жерде өзімнің жұмыс орным мен гендерлік теңсіздік туралы жазба қалдырған едім. Ол бір жобасына жарты жылдан бері жазушы адам таппай жүр екен. Бір-бірімізбен жазысып, кездесуді белгіледік. Қазақстан чемпиондарына арналған жоба екенін айтты. Маған бірден ұнады. Что будет проект про казахстанских чемпионов. Көзіндегі ұшқынды байқадық. Ал бізге керегі де сол еді ғой. Бірнеше айдың ішінде 20 түрлі спортшының өмірін жазып шығу, бұл әр спортшының өміріне жеке-жеке тоқталу деген сөз. Түсінген жан үшін бұл 4-5 беттік қана нәрсе емес. Мұның ішінде қаншама ақпарат бар. Балалық шақтарынан бастап спорттағы жетістіктеріне дейін. Мақсатымыз орындалды. Мұны Унзила жазып шыққанына ерекше қуанам. Детской литературой я вообще не увлекалась и не думала, что я буду детским писателем. Балалар әдебиетіне деген қызығушылығым болмаған еді. Балалар жазушысы болу үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Қызымның өзі оқуға мәжбүр болып, алғашқы оқырманым айналды. Кітабымды жазып, баспаға ұсынғанымда олар бұл балаларға ауыр шығар, мүмкін өз қызыңызға оқытып көрерсіз деген. Шынымен солай жасадым. Она такая зовет на весь дом. Самбат, кель! Ол бүкіл үйді басына көтеріп, «Сымбат, кел» дейді де маған дауыстап оқиды. Сосын ұнаған ұнамағанын сұрайды. Мен болсам, «Иә, ұнады» деймін. Содан кейін қай жері түсініксіз деп сұрайды. Мен айтып берем. Қоңырау шалған әр кезім есімде. Беті көзі қызарып жылап отырады. Анашым не болды десем, жазып отырған нәрсесіне көңілі босаған екен. Бір құрбым анамның кітабын сатып алыпты. Тағы біреуіне анасы жаңа жылға әперем деп уәде берген екен. Мама Бекзата Сатарханова. Бекзат Сатархановтың анасын ойлаймын. Ұлының қазасы маған өте ауыр болды. Жарқ етіп жанған жұлдыздай боп қайта сөнді. Ол жазбада мынадай жерлері бар. Анасы түнге дейін күтіп отырады. Себебі дайындық жаттығулары кеш бітетін. Анасының осылай күткенін оқи отырып, қазір де ұлын күтіп жүргендей сезімде болдым. Ұлы туралы естелік боп қалатын жазба елінің есінде мәңгі қалады. Кейде анасы да күні бүгінге дейін күтіп отырғандай күй кешем. Естелік жазбаның атын ана туралы аңыз деп қойдым. Ол ана ұлын әліге дейін күтуде, қою қараңғылық ішінде. Бұл кітап Бекзаттың өмірін ұзартатыны, әрі ол туралы естелік кітап боп қалатыны қуантады мені. Его память о нем. За все это время вот у нас уже 2 недели книги. Осы уақыт ішінде кітап сатылымға түскелі 2 апта уақыт өтті. Ол туралы жаман пікір естігем жоқ. Әрине, біз жақсы пікір естісек жанымыз жадырайды. Унзила өзіне қойған мақсатты толығымен орындап шықты. Справилась с этой задачей тоже. Она просто яркая личность. Всегда во всех мероприятиях она оставалась в памяти. Мен үшін ол жарқыраған жан. Қандай кездесулер мен іс-шарада болмасын, көпшіліктің есінде қалатын адам. Сол себепті өз басым таңғалмаймын. Меніңше бұл бастамасы ғана. Оның қабілетін Қазақстан ғана емес, бүкіл әлем тануы тиіс деген ойдамын. Мне кажется, ее талант заслуживает быть во всем мире. У нас в семье, да, очень такая патриотичная семья. Отбасымыз ұлтжанды, патриоттық сезімді ұстанатынын айтқым келеді. Дәл осындай отбасында өскеніме қуанам. Бұл ұстанымды әрі қарай да өрбітем. Кітабымның 2 тілде бірдей жарыққа шыққанына қуанам. Орыс және қазақ тілдерінде, әрі қазақ спортшылары жайлы. Қазақстандағы танымалдылығым мен қазақ халқының алдындағы абыройымның өсуіне талпынам. Казахстанскими людьми. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында туды ғой енді. 90-шы жылдар туғаннан кейін соның барлығы тек қана бір сөзбен, әңгімемен емес, меніңше ойлаймын, сол атмосфераның өзімен оның бойына сіңді ғой деп ойлаймын. Өйткені шындығында да біз кез келген
жаңағыдай ұлттық мерекелерге бірге баратынбыз. Отан сүйерлік деген меніңше білемін, ол айғайлап айтқаннан бір нәрседен ол қалыптаспайды. Ол мәселен сол отанды сүю үшін жасалған шаралардан көрінеді. Родители, мне кажется, долгое время... Ата-анам менің жазушылығыма бастапқыда қалай қарады дейсіздер ғой. Біріншіден босанғаннан кейінгі жағдай болса, екіншіден мынадай оқиғалар кездеседі ғой өмірде. Базбіреулер жол көлік оқиғасына тап болады да, көзін ашқан кезде мен көне грек тілін, не көне араб тілін, немесе көне римдіктердің тілін білем деген сықылды болды. Оның үстіне үшінші сәбиім өмірге келген кез, Инстаграм парақшамдағы жазбамды жазушы деп өзгерткен едім. Жан дүниеміз қатты ұқсайды. Өзім де бір нәрсені түртіп жазып жүрем, бірақ жарияламаймын. Ішкі сезімін түсінетінім де сондықтан болар. Оның үстіне 3 кішкентайы бар. Және 4-шісін күтіп жүр. Жан дүниесі бір нәрсені қалайды емес пе? Қызымды сол себепті қолдаймын. Тірегі болуға тырысам. Жазушы ретінде қызымды қабылдай алмадым. Тек кітабы шыққаннан кейін ғана мұқабасында аты жөні тұрғанын көріп, бойымды қуаныш биледі. Адам ойы мен арманы орындалатыны тағы бір дәлелденді. В начале своей карьеры же пыталась. Бастапқыда ұлттық компанияда заңгер болып істеп жүрген кезінде жұмысы өзіне ұнамай жүргенін сырттай байқайтынмын. Жазушылықты таңдағанын, жұмыстан шығатынын айтқан кезде бірден қолдаған ем. Дәл солай болу керек деп ойладым. Адам өзі жасайтын жұмысын қызығушылықпен атқарғаны жақсы ғой. Я не знаю, почему даже он меня так поддерживает, прям очень сильно. Может быть, это тоже у него... Кейде оның мені неге соншалықты қолдайтынын түсінбеймін. Балалық шағының әсері бар ма деймін. Өз анасы да жұмыс деген ғой. Мұны көріп өскен жолдасым өз өзіңді тап деген сияқты талаптармен еш мазаламайтын. Жазушы болам дегенде бірден қолдау көрсете бастады. И когда я начала заявлять себя как о писателе, он всячески поддерживал. Ее подписчики, семья, все ждут, что... Барлық оқырмандары секілді отбасымызбен өзінің жеке кітабын шығарғанын күтіп жүрміз. Әңгімелер жинағын. Өз оқиғасын дейін бе, мейлі ол шағын ғана кітапша болсын. Әйтеуір тек өзінікі болса. Ендігі жеке жинағы шығатын уақыт келді. Следующая книга, это будет ее личные истории. Это моя мечта, наверное, признание меня в качестве писателя. Бұл менің арманым шығар, жазушы ретінде халықтың мойындауы. Не туралы жазғым келеді дейсіз бе? Қазақ әйелдерінің тағдыры жайлы. Аналық сезімнің не екенін түсінем. Әртүрлі әйелдердің жағдайын ішкі түйсігіммен сезінем. Жаза отырып, сан қилы тағдырды көрсетсем деймін. Ас үй мен арманының арасында арпалысқан әйелдер жайлы. Күлдіріп отырып жылатқым келеді. Себебі мен нәзік жандардың жан айқайын жақсы білем. Я знаю, что все это проживает каждая женщина. Вот я сейчас смотрю на молодых женщин, да? Қазіргі кездегі жас келіншектердің талпынысына таң қалам. Көп бала тууды көздегендерді айтам. Сонымен қатар мансабы мен бизнесі, тіпті жеке брендін жасап жүргендер бар И ғой. все это как бы совмещать. Унзилада тап осындай аналардың қатарынан. Делать бизнес, делать свой личный бренд. Балалары кітабының тұсаукесеріне мақтаныш кернеген сезіммен барғандарын байқадым. Одна из них, я Кеуделерін қуаныш билеген. Кім білсін, олар мұндайды, яғни аналарының жазушы болатынын күтпегенде шығар. Аналарының сахнада тұрып, гүл шоқтарын алып, халық қошеметіне бөленуін көруді. Әрине, ас үйдегі тамақ беріп, жүгіріп жүрген анаға қарағанда бұл өзгеше көрініс қой. завтраки, обеды и ужины. Казахстанская женщина — это просто что-то титаническое существо. Қазақ әйелдері қайсар жаратылыс деп білем. Барлық шаруаға уақыт табуды айтам. Шығыс әйелдеріне тән шыдам, барлық қиындыққа төтеп беру, өз қайсарлығы мен қажырлығын көрсете білуі. Қазіргі қарбалас заманда бұл оңай деп айта алмаймын. Өмір бір қалыпты күйде емес. Осы сынақтарға сынбаған әйелді өз басым нағыз мақтауға лайық жан деп білемін. Усилий, и она просто молодец.